Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сендермен бірге Мейірбек. Бүгінгі видеомызда сендерге құпия база салуды үйрететін боламын, яғни секретный база салатын боламыз. Бұл видео сендерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса міндетті түрде лайктарды басып, арнамызға жазылыңдар. Жазылмаған болсаңыздар, ал мен видеомды бастайын. Ойлана келе мен осы өзім ауылыма салатын болдым. Құпия базаны, иә. Өзім ауылына саламын, иә. Так, ол үшін мындай жер таңдап аласыңдар, мынаны қараң достар, осындай. И мынандай жер бекітілу керек, мынандай травммен. И мынандай тепшек қылып қазасыңдар ғой, пәске қарайшы. Так, былай қазасыңдар, мынандай қалмасын, бірақ. И осылай білініп қалмау керек қой барынша. Мен салайын деген құпия база бұл өте оңай құпия базасы, іштен жауып алуға да болады, өздерің білесіңдер. Оп оңай, іштен жауып алуы да оп оңай. И мынаны қараңдар, бейнедегідей өйстіп қаздайсыңдар, 4 блокқа 3 блокқа ары қарап қаздайсыңдар. В общем, түсінікті болды деген ойдамын бұл жақ. Мына жерге редстоунды қоясыңдар осындай, и оның алдына лепке поршынды қоясыңдар дегендей. Так, лепке поршын қайда бізде? Так, осы тұр міне. В общем, осы жерге лепке поршынды қоясыңдар, түзулеп қойыңдар, бірақ мен сияқты қисық қойып жүрмеңдер. В общем, солай, осылай қойсаңдар. И бұл кәдімгідей ең оңай әрі өте керемет секретный база болады. Так, мынаны қараң, осылай жауып ашу үшін осындайын жасап, и екеуін осылай қойып қойсақ, все. Почти дайын десек те болады біздің құпия базамыз. Так, енді осылай травммен жауып тастайсыңдар осы жағын. И бізге рычаг керек болады, последний раз. Рычагты аламыз, и мына жерге қоямыз, жауамыз, міне көріндер ма? Енді олай жабылмау керек негізі. Ол үшін бізге мынандай жаңағы тоқ беретін факел керек, яғни факелист нағыл дейді. Сондай. В общем, сөйтіп рычагты қойсаңдар, артынан анау өшеді, міне былай. В общем, көрдіңдер ғой, да? Көрдіңдер ғой. В общем, дәл осылай қайталап жасап көріңдер. Бұл 100% істейді. И мен гарантия берем оған. Мына жерге дұрыстап қоя салайық осы жерді. И мынау қазар кездеші достар, дәл осылай қолмен қазып жүрмей, мен сендерге бір күшті способ айтайын, қазудың тез жолын. Екеуге ары қарап қазып алған соң ТНТ мен редстоун блокты аласыңдар. ТНТ керек бізге. Так, в общем, ТНТ-ны қоямыз и редстоун блокты қоямыз. В общем, жарылады қазір. Все. В общем, достар, үшін жасап аласыңдар өздерің ойдағыдай қылып. Ал мен қазір мынаны бәрін текстеймін, видеоны тез өткіземін. Шайлеріңізді алып келіңіздер, шай ішпей отырып қарасаңыздар, очень приятный кетеді. Давайте. Там-там-там, тарарам-рам, там-там, тарарам-там. Так, ауа райы керемет. О, чузо. Но чузо рычаг, но вообще түсінбедім. Но чузо ебо. Но сонда не
Секретный база, міне база жоқ. Епа, тек сандық тұр, басқа ешнәрсе жоқ. Емана алмаздар. Алмаздар көп қой мында деген. Ё-моё. Деп талып қалады ғой, короче, келген новичок бар ғой. В общем, байқамайды мынаны кәдімгідей. В общем, достар, осылай жасасаңдар болады секретный базаны, иә. Егер сендерге ұнаған болса, міндетті түрде лайктарды басыңдар, арнамызға жазылыңдар, жазылмаған болсаңыздар. Ал мен осымен видеоны аяқтайын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.